Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте оңай жасалатын әрі дәмді котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен біз қара нанымызды суға салып жібітіп қоямыз. Қара нан болмаса кез келген нанды қолдана берсеңіздер болады, бірақ қара нанмен өте дәмді шығады. Тартылған етімізді ыдысымызға салып, пиязымызды ұсақтап турап үстінен саламыз. Келесі тұзымызды, қара бұрышымызды аздап саламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, чеснокты теркадан өткізіп салатын боламыз. Суға салып қойған нанымыздың жақсылап суын сығып салатын боламыз. Одан соң барлығын қолымызбен езіп, жақсылап араластырамыз. Келесі қолымызбен жақсылап формасын келтіріп, нанның кептірілген ұнтағына ұнатып аламыз. Қызып тұрған майда котлеттерімізді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Котлеттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Түскі асқа немесе кешкі асқа кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Видеоны уақыт бөліп соңына дейін қарап шыққандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.